Picture dictionary. Picture дегеніміз сурет, dictionary сөздік. Family дегеніміз отбасы. Бүгін сіздермен осы ағылшын тіліндегі отбасы мүшелерімен танысатын боламыз. Кеттік. Бірінші суретте aunt, ю әрпі оқылмай қалады. Ю оқылмайды. Aunt деп оқимыз бұл сөзді. Aunt бізде тетя. Келесі baby, малыш. Бөбеге. Bride, қалыңдық. Brothers, ағалар. Братья деген сөз. Ағалы інілі деуге де болады. Daughter, осы сөздің оқылуы daughter деп оқимыз. Қыз, яғни дочка. Келесі father, әке. Granddaughter, внучка, немере, қыз. Grandfather, ата. Grandfather. Негізінде grand деген екеуін бөлек қарастырғанда вообще басқа мағына шығады. Картина тоқталмай қойын. Grandmother, әже. Grandmother. Grandson, внук. Немере, ұл. Grandson. Groom дегеніміз күйеу жігіт. Жених. Mother, ана, мама. Nephew дегеніміз племянник. Niece дегеніміз племянница. Siblings дегеніміз туғандар. Яғни мысалы сіздің туған ағаңыз болса, либо туған ініңіз, туған сіңліңіз деген сияқты, онда бір-біріңізге сіздер siblings боласыздар. Туған бауырлар боласыздар. Келесі sisters, сестры деген сөз. Sisters. Son, сын деген сөз. Бала. Twins, егіздер. Uncle дегеніміз дядя деген сөз. Дядя.